Әлемді шулатып жатқан Seedens 2.0 жасанды интеллект моделі бәріңізге таныс шығар. Бүгінгі видеода сол модельге қалай доступ алу керек екенін көрсететін боламын. Сондықтан соңына дейін қараңыздар. Жалпы неге қазір бұл әлемде жасанды интеллекттің осы Seedens 2.0 моделіне хит болып жатыр? Өйткені оның мүмкіндіктері Голливудтың өзін таңғалдырып жатыр. Таңғалдырғаны соншалықты, соны жасаған компания, қытайлық компания, ByteDance деген компания, сол компанияға заңды түрде авторлық құқы жөнінде арыз тастады. Өйткені Seedens'тің осы бір видеоларын көрген шығарсыздар, ең бір шыққан кезде бүкіл әлемді жарып жіберді. Өзінің моделі арқылы кез келген креатор Marvel стилінде, Disney стилінде кез келген экшн сценаларды, фантастикалық видеоларды бір ғана нейросетпен үйде отырып компьютермен, ноутбукпен жасай алатын мүмкіндік тудырды. Ол жерде хит болған видеоларда қазіргі біздің танымал Голливудтың актерларды, Marvel, DC, олардың геройларын, жаңағы қаһармандарды қолданып экшн видеолар жасады. Сол арқылы бұл нейросет бір күннің ішінде бүкіл жерде таралып, бәрінің қызу талқылауына түсті. Сол сәттен ақ авторлық құқы жайында қандай да бір қиындықтар болатыны түсінікті болды. Негізгі Seedens осы моделінің релизі 24 ақпанға жоспарланған енді, бірақ сол проблемаларға байланысты қазіргі уақытта әлі күнге дейін, қазір уже наурыз айының ортасы, ол әлі шыққан жоқ. Құқықтық жағдайлар бойынша әлі қарастыру, заңдық жүзінде проблемаларды шешу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Бірақ соның өзінде де көп адам біле бермейтін Seedens 2.0 моделіне доступ ала аламыз және сода видео жасай аламыз. Менің өзімнің жеке практикамда қазір ешқай жерде доступ официально болмаса да, мен сол арқылы видео жасап салып жатырмын. Енді бір қызық жағдай, сол Seedens шықпай тұрып, бір апта бұрын Kling 3.0 деген модель шыққан еді. Бәріні шок қылдырып, сол таңғалдырып бастаған бетте Seedens шыққан бетте ол өшіп қалды. Өйткені Seedens одан 10 есе жоғары деңгейде реалистік видеолар жасады. Давайте қазір біз бірнеше видео арқылы Kling 3.0 мен Seedens 2.0-ді салыстырып көрейік. Екеуіне де бірдей промпт салып, екеуінің қаншалықты видеоны жақсы жасайтынын салыстырып көрейік. Біздегі бірінші видео ол екі боксердің төбелесіп жатқаны тренировочный. Бұл жерде біз ешқандай бірінші кадрға фото қоймадық, тек текст арқылы видео жасадық. Біріншісі бізде Kling 3.0. Қарайық бірге. Kling өте жақсы жасады. Камера қозғалысы дұрыс, адамдардың қозғалысы дұрыс, бірақ Klingтің бір кішкене бір проблемасы бар. Сразу Kling екенін біліп қоясың оны. Ол кадрдың жүзіп кетуі. Адамдар именно тез қозғалған кезде оның қолдары андай жүзіп, объектілер көрінбей, көзге бүлтірлі болып көрінеді. Мысалы, желе сияқты болып кетті. Көрдіңіз бе, андай объекттер пайда болады. Енді қазір Seedens 2.0-дің результатын көреміз. Кішкене енді боксерлардың қолдарын қозғалысы жағынан бәлкім жасанды көретін шығар, бірақ камераның бүйтіп әрбір ұрғанға бүйтіп қозғалғаны шынайы камера сияқты. Плюс жаңағы Klingтегі проблема бұл жақта жоқ. Тағы да бір қарасаңыз, мысалы қараңызшы, мына жерде жүзу жоқ ешқандай. Желе сияқты емес. Келесі кадр бізде соғыс кезіндегі мотоциклдің жүріп бара жатқаны, оны трекинг арқылы камера соны бүйтіп көрсету керек. Бұл Kling 3.0. Өте жақсы жасалған, бірақ кішкене жаңағы жүзу жағынан, көздерінің бұлыңғыр болу жағынан кішкене бір вопростар бар мына жерде. Түрі бойынша, кішкене қарауы бойынша, дауыс бойынша, кішкене саунд эффект арқылы кішкене бір нелер бар, проблемалар бар. И бір байқағаным менде Kling арқылы жасаған кезде бір кадрдың өзі түсі ма, либо контрасты ма, бір мультяшный сияқты ма, бір түрлі резкий болады, резкий сияқты болады. Келесі бізде Seedens 2.0. Кеттік көрейік.
Сиденс 2.0-дің маған ұнайтыны оның түсі жағынан жаңағы мультяшный емес резкості кәдімгі кинодағындай көрінеді да. Кәдімгі міне бұл киноның бір кадры сияқты. И жаңағындай жүзулер жоқ, эффекттер артында мысалы бәлкім неде клинингте артындағы мотоциклдар жүзіп кетер ме екен, а мына жерде онда жүзу жоқ мысалы, қарашы, әдемі жасалған. И саунд эффект жағынан да өте күшті істелген. Келесі бізде уже клинингтің және Сиденстің диалог арқылы қалай жұмыс істейтіні туралы бір видео. Сосредоточься, это твой момент. Я готов. Бұл клининг 3.0. Менің ойымша өте жақсы жасалған. Бірақ екеуінде кішкене бір проблемалары қазақ тілін точно қолдамайды. И орыс тілінен тоже айтады, бірақ бір түрлі айтады да, тоже до конца айтамайды. Сосредоточься, это твой момент. Я готов. Мен ешқандай бір артефакт көріп тұрған жоқ. Менің ойымша бәрі жағынан әдемі. Просто бірдей машина болғаны промптта коррекция істеу керек та. Келесі бізде Сиденс. Спасен травиться. Это твой момент. Я готов. Енді жаңағы түсі жағынан бәрі жақсы болғанмен, бірақ кішкене промпттың жүру жағынан қателескен бар, артқа жүріп кеткені бар. Еще мына кадрда қарасаңыз, мынау біртүрлі екі машина ма, бір машина ма түсініксіз да. Мынау тоже рөлде отыру керек қой негізі. Бір машинада отыру екеуі бірге негізі. Сондай бір коррекциялар бар да. А так сөйлеу саунд эффект жағынан өте четко. Енді кішкене машина жағына келсек, машинаның жүру жағынан мынау Сиденс түсірген видео. Эффект жағынан әрине мощно, прям сөз жоқ, бірақ кішкене бір коррекциялар. Мынау былай қарасаңыз артымен кетіп бара жатады да, мына алдынан пайда болады, көрдіңіз бе? Кішкене бар да коррекциялар, бірақ бір-екі рет генерация өткізсеңіз, одан проблема жоқ, түзетеді деп ойлаймын. Келесі бізде мынау енді мощно істелген. Вообще четко ғой, прям бір форсаж көргендей боласың. Ешқандай не жоқ, проблема жоқ, ешқандай коррекция жоқ. Барлығы жағынан четко, қозғалу, звук, адамдардың несі, машиналардың дефектілері вообще четко істелген. И маған бір кадр бар, мындай, бір сериал, өзім істеп жатқан сериал бар, содан алған бір кадр. Тоже өте жақсы істеген, динамичный кадрларды өте жақсы істейді. Мен сіздерге жаңағы жүзу жағынан, желе жағынан екеуінің разницасын көрсетіп кетейінші мен сіздерге қазір. Менде бір мынандай диалог бар. Диалогта қазір енді мынау екеуіне мән бермесеңіз болады, артындағы фонға мән беріңіздерші, қалай жүзіп кетеді, былай біртүрлі болып кетеді. Veysanch, don't be afraid. I knew your father. Elementone. Көрдіңіз ба? Ана жерде крупный кадрда қараңызшы, қалай жүзіп жатыр мынау. Мынаны қараңыз. Мына жерде қараңызшы. Біз көрсетемін сіздерге. Мына қараңыз, жүзіп жатыр, бычыт болып жатыр. Адам ба, адам емес пе, не болып жатыр мынау? Түсініксіз мынау, көрдіңіз ба? Аяғы қайда, қолы қайда бычыт болып кетеді. Ал қазір Сиденсті көрсетемін сіздерге, вообще четко істеген. Міне Сиденс. Вейсанич, не бойся. Я знал твоего отца, Виктор. Ешқандай жаңағы плавучесть, желе, жүзіп кету деген ешқандай ештеңе жоқ. Мен тағы да бір екінші вариантта крупный кадрлармен. Вейсаныч! Не бойся. Я знал твоего читя, Виктор. Ешқандай жүзіп кету вообще байқалмайды даже. Анаған қарағанда әлде қайда жоғары деңгейде жасалған. Егер сіздерде осындай AI видеоларды мықты деңгейде, киношны реализм деңгейінде жасай алып, және сол арқылы ақша тапқыңыз келсе, сол деңгейге өтіп, сондай деңгейде мықты видеолар, рекламалар, кинолар, сериалдар, брендтерге обзорлар, мысалы YouTube видеолар түсіргіңіз келсе, жасағыңыз келсе, генерация жасап, үйренгіңіз келсе, промпт жасап, фото жасап, видео жасап, оны монтажға қалай үйлестіріп жасауды үйренгіңіз келсе,
менде өзімнің арнайы телеграм каналым бар. Сол телеграм каналда полностью 4 этапта үйретемін. Бірінші этап жаңа базовый генерация, екінші этап киношный реализм. Базовый генерацияда еще мен кинооператорлық жағынан білімді, фундаментті үйретемін. Үшінші ол жерде монтаж және базалық түстік бояу, және төртінші клиенттермен қалай сөйлесу және монетизация қалай дайындалу керек жағынан полностью пакетті түрде үйрететін боламын. Менің уже 100-ге жуық оқушым бар. Осы соңғы жарты жылдың ішінде олардың мықты результат көрсетіп, жоғары деңгейдегі кинореализм видео жасап жатқандарын осы видеолар арқылы көре аласыздар. Курсқа қосылып толық ақпарат білгіңіз келсе, төменде сілтеме арқылы менімен телеграммен байланыса аласыздар. Сол жерде мен сіздерге толық түсіндіріп кететін боламын. Енді бәріңіз күтіп жатқан маңызды момент, қалай біз доступ ала аламыз, қалай біз кіре аламыз деп. Екі способы бар. Біреуі бәріне келе бермейді, екіншісінде кез келген адам жасай алады. Бірден айтып кетейін, ешқандай ол тегін емес. Өйткені сапа мен тегін деген нәрсе бірге жүрмейді. Сапа алып керек болса, ақша төлеу керек болса. Бірінші варианты ол бәріне келе бермейді дегенім, өйткені ол қытайлық сайт. Қытайлық сайтқа сіз тіркелу үшін сізде не қытайлық номер болу керек, не қытайлық TikTok болу керек, не қытайлық бір аккаунт болу керек. Мен оны қалай істедім? Менде қытайлық досым бар, Қытайда өмір сүріп жатқан, сол арқылы кірдім и без проблем мен соны жасап жатырмын. Төлем жасаған кезде Alipay арқылы жасайсыз, бірақ өз картаңызды тіркеп істесеңіз болады тоже. Менде бұл Gmank мынау аккаунт сайтын қалдырып кетемін астында, сол сайтқа кіре аласыз. Негізгі аты бұл английский версиясы Gemini AI деген сайт. Бұл жерде мен істедім. Seedens арқылы әрине какая-то ошибкалар болады, әрине дефекттер болады, бірақ жаңа көрсеткен видеолардың көбісін мен осы жерде істедім. Мына видеоның бәрін осы жерде істедім. Өзімнің диалогтарым бар, мына жақта істеген мысалы. Don't start. What? What he started. The machine, the parts, the dreams. It killed him. Клинкке қараған кезде сіздің промпттарыңызды қай жерде қайсысын қолдану керек, өте тиянақты қолдан, өте тиянақты түсінеді. Бұл жерде бірнеше кадрды қойсаңыз болады, соңғы кадр, бірінші кадрда қойсаңыз болады, вообще текстпен істесеңіз болады. Вообще мощный. И бұл жерде өзінің подпискалары бар. Ең бұяқтың подпискасы екінші көрсететін сайтқа қарағанда өте тиімдірек. Мына жерде қараңыз. Мысалы 5000 теңгеге алып пробный істеп көрсеңіз болады. Мен осылай істедім, маған әжептәуірге жетті. Екеу алдым еще мен солай. Екеу алдым. Енді бұл жерде тіркелу үшін сізге жаңағындай қытайлық сайт керек болады. И бір маңызды жайт, бұл қытайлық ең мықты модель болғандықтан бұл жерде спрос, мысалы сұраныс өте көп. И адам өте көп жасайды. Спрос көп болғаннан кейін генерация жай жүреді. Мысалы мен күндіз жасасам, ол вообще істемейді. 5, 6, 7 сағат, 10 сағат тұру мүмкін. Ал түнгі, мысалы қазақстандық уақытпен түнгі 10-да, түнгі 9-дан бастап уже түнге дейін істесеңіз, бір 5 минутта максимум 6 минутта істеп береді бір видеоны. Оның жаңағы ұзақтығына да байланысты. Сондықтан соны ескеріңіздер, и түнде жасаған өте тиімдірек болады. Өйткені күндіз мүлдем мүмкін емес. И соңғы сайт бізде, соңғы сайт бәріне доступ ала алатын ол cgin.ai деген сайт. Бұл сайт арқылы сіз Seedens 2.0 жұмыс істей аласыз. Бұл жерде мысалы Seedens сайтқа кіресіз, tool mode деген кіресіз, потом видео деген батырман басқаннан кейін барлық негізі барлық клинк та бар, VO да бәрі бар. И бізге ең керегі Seedens 2.0 видео форматы. Референсный фотоны саласыз, видео саласыз деген сияқты. И аудионы салсаңыз, промпт жазасыз, форматын таңдайсыз, уақытын таңдайсыз, моделін Pro или Fast таңдайсыз. И мысалы Proға 120 кредит, Fastқа 100 кредит кетеді дейді. Бұл жерде тоже самое, тоже сондай қағида, түнгі уақытта жұмыс істеу керек болады. Өйткені түнгі уақытта серверлары кішкене босайды, сол уақытта тезірек істеп береді. Бағасы жағынан келсек, бағасы жағында Seedensке доступ тек Pro подпискадан басталады. Pro, Ultra, Enterprise, мысалы айлық нені алсаңыз, $50 дегеніміз, ол примерно 25.000 теңге. 25.000 теңгеге сіз 72.000 кредит аласыз. Әр видеоңыз 120 кредиттен басталады. Примерно бір 40 видеоды істей аласыз, 40 видеодан көп істей аласыз. Бұл жерде де тоже сондай қағидалары, жұмыс істеуде сондай
ешқандай тіркелу жағынан ешқандай проблема жоқ. Бұл жерде сіз өзіңіздің аккаунтыңыз арқылы, Google аккаунтыңыз арқылы тіркеле аласыз. Мысалы, логинді бассаңыз, өзіңіздің адресіңіз, мысалы, Google email арқылы тіркеліп жұмыс істей аласыз. Қытайлық сайттың тағы да бір нюансы, мысалы, ода fast версия и pro версия бар ғой. Pro версия кішкене жұмыс істемейді, ашып береді, кейде мүлдем жұмыс істемеуі мүмкін. Сондықтан тек fast версиясын мен қолданып, жаңағы видеоның бәрін сөйтіп жасап шықтым. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге өте үлкен рахмет. Сіздерге пайдалы бола алдым деген ойдамын. Егер пайдалы болсам, сіздерден сұраймын, тек YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, адамдарға көрсетіп, таратып, қолдау көрсетсеңіздер, оның өзі үлкен көмек. Рахмет, сау болыңыздар.